Театрымызға 85 жыл толып жатыр. Театрымыздың мерейлі мерекесі, өте үлкен жақсылықтар болды театрымызда. Театрда актриса болып жұмыс істегеніме 10 жылдан асыпты. Міне, уақыт демде өтіп кетті. Сол 10 жылдың ішінде үлкен тәжірибе алдым десем де болады. Әріптестерімнің арқасында үлкен буын, орта буын, кіші буын. Қазірде көптеген біздің театрымызға жастар келіп жатыр. Театрымыз үлкен сұранысқа ие болып келе жатыр. Театрымызда бұрын кішкентай балаларға арналған спектакльдер қойылса, қазір ересектерге арналған спектакльдер қойылып жатыр. Оны айта кетсек, Ромео и Джульетта, Ана жер ана, Ана жүрегі, Медея. Соның қатарына бізде Абай қойылым қойылайын деп жатыр жас режиссеріміз Антон Зайцевтің. Жаңа маусымда қойылады. Сондықтан жаңа маусымға асығыңыздар. Мерейлі мерекең құтты болсын, театрым.